Ассаламуалейкум, ардақтағы ағайын. Сіздермен бірге өмірде болған бағдарламасы және мен Ерік Жолжақсанов. Бір күн бір күнге ұқсамай зырылдап өтіп жатыр. Бүгінгі бір күнің ертеңгі болашағың екенін біздің кейіпкеріміз жетік түсінеді. Сондықтан ол әр күнгі өміріңді жүйелі өткіз, сонда сің баянды болады деген ұстанымды үнемі алға тартады. Мұрат Әбенов дәл қазір бойындағы төзімділік пен икемділік қасиеттерін қалыптастыратын жаттығуларды жасауда. Ауырып еміздегенше ауырмаудың жолын іздемекші, Мұрат мырза ауырмаудың бірден бір жолы спорт деп түсінеді. Бұл айкуни деген қазақша гимнастика жаңадан шыққан, біздің Қазақстан азаматтары арнайы шығарып жатыр. Бұл қазір спортшыларға дайындауға арнайы шығарылған. Жоғарда кейіпкеріміз тілге тиек етіп, спорт сүйер қауымға жағымды жаңалық арқылы есімін таныстырған аталмыш спорттық жаттығулардың авторы қазақ азаматы Абай Баймағамбетов екен. Абай алдымен бұл жаттығуды өзі пайдаланып, тәжірибеден өткізгеннен кейін ғана ел арасына тарата бастайды. Қазір спортшыларымыздың көбісі осы айкуни жаттығуын жасауды жөн көреді. Өздеріңіз байқап тұрғандарыңыздай, Илья Ильин де Мұратқа қазір жаттығуды дұрыс жасаудың жолдарын көрсету үстінде. Айкуни денеңді босатып, өзіңді еркін ұстауға мүмкіндік береді екен. Илья мен Мұрат жаттығу жасап біраз сергігеннен кейін тренажерлық жаттығуларға кіріседі. Өте бір қызықты сәт. Қол жекпе-жегінде кім жеңеді екен? Әрине чемпион Илья. Бірақ Мұраттың да бүгінгі көрсеткен жетістіктері жаман емес. Он бы стал бы хорошим спортсменом, потому что у него есть дух, характер, вот эта вот спортивная слаженность. Ну, я думаю, в политике ему лучше подойдет работать, потому что как бы мы в одной категории с ним, и неохота было конкурентов. Так хватает. Так что в политике ему будет лучше. И с этим тоже духом, характером, нам тоже очень хорошо помогает. Он показывает это все с хорошим, как бы, с видом, да? Өмірде былай, мен Ильяға саясат туралы мен үйретемін. Ал тренировка кезінде Илья маған қатаң қарайды. Как ты, как тренер? Ну, Мурат правильно сказал, он меня учит в жизни, как правильно вести себя, как правильно где-то говорить, подсказывает мне, чтобы мне было немножко легче по пути, не по спортивному, а по жизненному. Ну, конечно, в спорте я все ему возвращаю по полной программе, чтобы было нормально и не показуха, да? А действительно на его пользу, на здоровье, на его развитие мышечного тела. Потому что, обратно же, возвращаясь к тому же, разум, душа и тело должны быть в балансе, тогда будет человек счастлив в жизни. Илья 10 жас кезінде бірінші рет мен бір мектепте оқыдық. Мен енді үлкенде болдым, әрине ертерек бітіріп кеттім, бірақ біз мектептің баласы болғасын білем. Казахстанский правда газетінде бірінші бетінде Илья ол кезде 10 жасар, үлкен штанга тұр, бір шетінде отыр. Сонда журналист сұрайды, мақсатыңыз қандай, спортпен айналысасыз ба? Сонда 10 жасар Илья мен өскесін чемпион болам, әлем чемпионы болатын деп айтқан. Сол кезде журналист жазып қойған. Бұл Илья 10 жасында, 17 жасында Илья әлем чемпионы болды. Мысалы, Ильяға қарап, сол кезден бастап мен өзім ойлаймын, Илья жалпы өз мақсатына алдына қоятын болса жетеді қай кезде. Өте талантты. Сол себептен мен мақтанам, Илья сияқты азаматтар бірге бір мектепте оқығанымызды. Өмірге құштар жандарды жиі кездестіре бермейсіз. Мұрат өмірді шынайы сүйетін жан. Себебі ол әрбір күнін, әрбір минутын бағалай алады. Үнемі спортпен айналысып, салауатты өмір салтын ұстанады. Сырттай қарағанда өзі бір тынымсыз жан екен деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ бір күнді бірге өткізсеңіз, шаршауды білмейтін төзімділігі мен еңбекқорлығына қайран қаласыз.
Мұрат Әбенов қоғамдағы негізгі қозғаушы күш жастар деп есептейді. Сондықтан жастардың білімін жетілдіруде аянбай еңбек ету керектігін алға тартады. Бүгінде ол Қазақстан студенттер альянсы қозғалысының азаматтарына әлеуметтік желілерді тиімді қолдану жайлы семинар тренинг өткізді. Сұрағым, қазір бәріміз студентпіз, бәріміз информация аз. Осыған байланысты қандай іс-шаралар жүргізіліп жатыр? Сондай электронды айтсам қояйын. Ақшасы болмаса, аш көр, бір-бірімен байланыс. Басқа қаладағы оқушыны тапқың келе ме? Облысқа кір, ауданға кір, мектепті тап, ауылдағы сол мектептің ішіне кірді, тізімін қара. Барлық оқушылар табу болады. Бір-бірімен байланысуға. Ең бірінші осы қазақ тіліндегі желі ойларын, проектілерін осыған лақтырып, осыны талқылауға жіберсек. Алғашқы қызметін ұстаздықтан бастаған саясаткер бірнеше сағат бойы аяғынан тік тұрып үйретуден де еш жалыққан жоқ. Ал жастардың бәрін білсем деген қызығушылығын көздерінен де байқауға болады. Олар белсенділік танытып, түрлі сұрақтар қойып, соңында депутатпен суретке түсті. 90 жылы оқуды бітіріп келдік. 90 жылдары қандай өзгерістер болған білеміз, және қызметімді 91 жылдары осы бастап келген кезде егемендікте сол кезде қолымызға тиді. Мен қатарластарым бір сағынып көріскенде болды, қашан болады екен деп осы соған күтіп жүрген жастар болды деп есептеймін. Сосын қолымызға егемендік тигеннен кейін енді өте бір бақытты азамат болып сездім. Тәуелсіз елдің тәуелсіз азаматы ретінде 20 жыл бұрын Мұрат Әбенов Қызылордадағы 4-ші орта мектепте информатика пәнінен дәріс беруден алғашқы қызметін бастайды. Өте қызық кезең, информатика туралы ешкім білмейді. Баяғы қазіргідей компьютер емес, ол кезде жаңағы қара мен ақ түстері ескі, ешқандай көп ойынға да келмейді, көруге де келмейді, бірақ сондаймен үйрендік, бірақ өте қызық болды. Және сол қызметінен бастап, егемендікпен бірге жүрді дейміз. Мысалы, елімізде қандай өзгеріс болды, соған қарап жүрді. Көпшілік қауым компьютер атаулымен енді танысып жатқан кезде Мұрат Әбенов Қызылорда қаласындағы информатика пәнінен дәріс берген тұңғыш мұғалім болады. Сол жылы жыл мұғалім атанып, мектепте директордың орынбасары қызметіне дейін көтеріледі. Келесі жылы әкімшілік қызметке орналасады. 2000 жылы бірінші рет мемлекеттік қызметке конкурспен алатын болды. Бұрын ондай болмаған. Төмен қызметте жұмыс істеп жүрген қасымдағы достарым айтты, біз неге көрмейміз конкурсқа түсіп. 2000 жылы сол бірінші мемлекеттік қызмет агенттігі ашылды, соған конкурсқа қатысып, бірінші рет конкурспен сол қызметті жаңағы конкурс комиссия арқылы өттім. Бірінші болып Қызылордада бірінші қылып тағайындалдым. Маған мысалы қызық болды, себебі бұрын үйтіп ондай ешкім бастық болып көрмеген. Сәттіліктің әрдайым жетістікке жетудің кілті өзіңе деген сенімділікте дейді Мұрат Әбенов. Ол енді мемлекеттік қызметте де ең алғашқылардың бірі болып, компьютермен жұмыс істеуді енгізе бастайды. Мемлекеттік қызметкерлердің базасын жасақтап, 2004 жылы Қызылорда облысының бірінші сайтын жасайды. Қазіргі таңда мәжіліс депутаты Мұрат Әбеновке компьютер, интернет, халықпен жедел түрде байланыс жасауға, ақпарат алмасуға үлкен септігін тигізіп отыр. Таңертең тұрам, бірінші жасайтын тіршілігін компьютер болсам шынын. Себебі ең соңғы компьютерден тұрамды, компьютерға отырам, себебі бұл ақпарат. Екінші тұрамда барып тренажерға отырам, шұғылданам спортпен. Бір 15-20 минут. Сосын бір кесе емес, енді оны кружкаға қойып, бір өзіме кофе пістіремін. Дәл солай кешке келген кезде алдымен тренажер, сосын компьютер, сосын тағында бір кофе ішемін. Күнделікті сол, енді кешке жатарда түнгі 2-лерде жатам, азанғы сағат 7-7:30-ларда тұрам. Ол 5,5 сағат ұйқыға жетеді, қалған уақыт осындай өтеді. Мұрат Әбенов 2011 жылы Эвард КЗ ұлттық интернет премиясының қазнетті дамытудағы үлесі үшін номинациясын жеңіп алады. Сегодня интернет нам дает возможность очень близко общаться
Мұрат мырзаның көз жанарынан білсем, көрсем, үйренсем деген талпынысты бірден байқауға болады. Бірақ ол кісінің әр түрлі заттарға деген қызығушылығын тек үйіне келген кезде байқадық. Қатарынан тізіліп тұрған төс белгілерді көрген кезде қайран қалдық. Кішкентай кезімнен әртүрлі тақырыптарға ең бірінші значогын 5 жасымнан бастап жинадым, бірақ ол кезде тақырып болған жоқ. Сосын өскен сайын бөлек-бөлек тақырып бойынша. Мысалы, бір қызыққан ең бірінші 7-ші класста оқып жүргенде мен Алматыға келіп Медеуге бардым. Сол кезде мынау бірінші значок сол кезде алған. Кейіпкеріміздің коллекциясынан Медеуге қатысты барлық төс белгілерді көруге болады. Бала кезіндегі қызығушылығын 30 жылдан астам уақыт өтсе де жалғастырып келе жатқандығы Мұраттың бастаған ісін еш уақыт аяқсыз қалдырмайтынын қасиетін айғақтайды. Ер азаматтарымыздың көбі бойларына сән беретін галстуктарына аса мән бере қоймайды. Десек те галстук ең алдымен этикеттің белгісі. Іскер еркекке әрдайым сәттілік әкелетін галстуктерде болады екен. Соны жетік түсінген Мұрат мырза жастайынан галстуктерді жинауға құмартады. Тіпті 80-ші жылдардағы тапшылық кезінде өз қолмен тіккен галстуктерді әлі күнге дейін сақтап келеді. Мен ең бірінші өзім тіккен галстук, тігістердің өзі сол кезден бері әлі қалып тұр. Енді шамам нашарлау тіккен шығарым, бірақ сол кездегі қалған галстуктардың бірі. Бұл осыдан коллекция басталды. Орында әкемізден қалған кең галстуктардан кішірейтіп, модаға сәйкес келтіріп, мысалы, мынау галстуктар үлкен галстуктардан тігілген, бірақ сол кезде шұға галстуктар мода болды. Мен 10-ші класста оқығанда қазіргі модаға сәйкес келеді, байқасаңыздар. Осыдан 25 жыл бұрын үйлену тойына таққан галстугын Мұрат осы уақытқа дейін сақтап жүр. Сурман ашсам болды, жастық шағым, махаббатым, бәрі еске түседі дейді ол. Осылайша қатарынан тізіліп тұрған әрбір галстуктың өз тарихы бар екенін мақтанышпен жеткізді. Бұл галстук Асанәлі Ашимов ағамыз берген. Өзіңіз көрсеңіздер, киноның суреттері бар, жаңағы пленка, нелер, шаңырақтың суреті. Мысалы, бұны ешқашан таққан емеспін, бірақ маған өте жақын, ыстық. Ісің алға басу үшін мамандықты дұрыс таңдай білу керек. Ал өмірің баянды болу үшін жар таңдауда қателеспегенің абзал. Мұрат өмірдегі ең маңызды екі таңдауында дұрыс жасағанына уақыт өте келе көз жеткізді. Отбасының ұйытқысын ұстап отырған жары қазір Қызылордада Мұраттың әке-шешесінің қасында. Саясаткер түзде жалғыз өзі жүрсе де, үй шаруашылығын атқаруды үйреніпті. Үйіндегі әрбір заты тап-тұйнақтай өз орнында тұр. Қарапайым заттарды да өлшеп үйренген математик 5 минутта көйлек үтіктеудің теориясында көрсетті. Бұл жіберіп, сыртынан ортаға қарай. Үтіктегеннен кейін қырғалмайтын жақта. Сонда шетінен үтіктегеннен кейін былай қарай қырлар қалып қоймай, және жаға жақсы сақталады. Оның өзінің бір әдістері бар. Содан кейін ғана аударып, енді дәл солай қайтарамыз, жағаның шетінен ортасына қарай үтіктеуіміз керек. Бұрыштарын үтіктедік, қыр қалмай және теп-тегіс шығады. Келесі үтіктейтін әрине ол жең, қайттан шетінен ортасына қарай екі жақтан үтіктеу керекті. Содан кейін аударып, сырт жағын дәл солай үтіктеп шығуымыз керек. Жаңағы сырттан ішке қарай, ортаға қарай. Жақсы үтіктелді. Енді одан кейін, енді бұл запонка салатын көйлек болғаннан кейін, мынау түйме салатын тесіктерін бір-бірінің үстіне келтіріп, мынау жеңнің қырын шығарып, бір үтіктеп шығуымыз керек. Жеңін бәрін үтіктеп болғаннан кейін, көйлектің алдыңғы жағын үтіктеуіміз керек. Мына неге кигізіп болғаннан кейін, жерге тиіп тұрған жоқ, кигізіп қойып, қырын шығармай, жаңағы бумен ұсақтып, тағы да үтіктеп шығуымыз керек. Және мынау түйме жағын байқап үтіктеуіміз керек, себебі осы жерде ең көп қырғалып қояды, осы жерде қалады. Қонақжай қазақпыз ғой. Кешкісі Мұраттың үйіне француз күйеу баласы қонаққа келді. Как дела? Да, нормально. Это мой друг Пьер, менің досым. Пьер екеуміз өте жанұямызбен доспыз.
кейбір сенбілерде жиналып бірге, мен кейбір кезде қазақтың ұлттық тамақтарын істеймін. Енді Францияның тамағын Пьер істейді. Сегодня какое будем блюдо готовить, Пьер? Да, вот это рецепт французский, казахский получается. Да. Бœuf bourguignon по-французски называется, но мы будем делать с конина. Посмотрим. Да, ну, с конины, как без конины. Давай. Это хорошая традиция у нас. Давай, раздевайся пока. Пьер, не әкелді екен көрейік. Жалпы Пьер біздің қазақтың күйеу баласы. Қазақстанда тұрғанда 10 жыл болды. Енді дәлдеп айтқанда Қызылорданың күйеу баласы. Бір жағынан құда інісі де Қызылорданың қызына үйренді, өзі де енді қазір балдардың аты, ұлының аты Алан деп қойды, қызының атын Камил деп қойды. Жалпы біздің дәстүрмен барлығы. Сол себебін күйеу бала болғасын анда-сайын жұмсап қоямыз. Пьер екеуміз бір рет аңға бардық. Аңға барып мылтық атайын деп, Пьер бір нәрсені көріп